Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сандуғаш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Венский вафлидің ең жұмсақ, дәмді шығатын рецептімен бөлісейін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқамыз мен шекерімізді жақсылап араластырып, үстінен жылы сүтімізді, сары майымызды салып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен разрыхлителімізді және ұнымызды електен өткізіп саламыз. Және біраз қасық балымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және 2 ас қасықтан вафельницамызға салып құйып, әдемелеп беті қызарғанша 2-3 минут көлемінде пісіріп аламыз. Бұны балмұздақпен де қосып берсеңіздер болады. Мен шоколад қосып бердім балаларға. Балалардың сүйіп жейтін таңғы астарының бірі. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Сандуғаш.